екенін қай жақтан білеміз? Нагрузка жоқ екенін мысалға обороттан да білеміз. Міне 349 мына холостой ходта тұрғандағысы, міне холостой ходта екі жағы 349 от бір. Мысалға секция А, артта мысалға мынау 1000 бет жатса, мына жағы 349 бет жатса, значит мына жақта артқы секцияда нагрузка жоқ деген сөз. Екі жағда оборот бірдей болу керек. Содан да біле бересің. Так, прокачка монитор. Сосын мына мотор қалай тексереді? Моторда мысалға түсіріп жатсың ба? Моторда мысалға 3-ке кіресің. 3-ке кіргенде міне P1, P2, P3, P4, P5, P6. Мынаның бәрі нагрузкамен келатқан кезде бәрі қосылып тұру керек. Замкнутый болу керек мыналардың бәрі осылай қосылып тұру керек. Егер де бір мотор кетіп жатқан болса, мысалға екінші мотор кетіп жатқан болса, мынау ажырап тұрады келатқанда под нагрузка. Сосын мына цветі өзгереді. Цветі. Домалақ мына цветі қара басқаша болады. Нейтралка қоясында, Нейтралка қоясында арттан екінші моторды сөндіріп тастайсыңдар.